осы ортада отырсыздар, қанша уақыттарыңыз болса да, бүгінгі ортаға жайдан жай көрсете келген жоқсыздар. Алла тағала бізге бәрін жазып қойған. Мынау отырысымызда ертеңгі болашағымызды. Мен бұл компанияға бір айдың алдында, 2 айдың алдында, 3 айдың алдында мен жеңімпаз істеймін деп ешқашан ойламағанмын. Аллах тағала өзі топ еткізіп маған бере салды. Мен күнде Аллахтан сұрадым. Аллахым деді, осының алдында бір сетевой компанияда өте мықты шекке шықтым, керемет болды, бірақ бұл компания жабылды. Содан кейін мен уже сетевой компанияда енді істемеймін деді, даже өзіме уәде бердім. Аллахымнан сұрадым, мен алып кетші бұл сеттер әлемнен дедім. Егер де қаласаң мен алып кетші деймін да бұл сеттен. Егер қайырлы болса бір нормальный өлмейтін, ұйықтап жатып қуанып жататын, ұйықтап жатып уайымдап жататын емес, компания жабылып қалмасын деп. Ұйықтап жатып қуанып жататын бір компания берші. Егер мен сет әлемінде қалсын десең деймін да, Аллах менің жүрегімді, сөзімді тыңдады. Өйткені менің өмірімді сет әлемі өзгертіп келе жатыр. Мен Қытайдан келгенмін 2020 жылдың алдында. Одан кейін 3 жыл бір кафеде администратор болып істедім, 3 жыл бір ресторанда, барахолкада продавец болып істедім, 3 жыл баламен үйде отырдым. Үйім жоқ болып отырғанда мені сет әлемі аспанға ұшырды. Сет әлемінен ешқандай орысша білмесем де, қазақша жазу жазамасам да, күні біреулер шіреніп күледі, сен қазақша жазамайсың. Бірінші күлмей тұрып менің жетістігіме жетіп ал дедім. Немеге күлесіңдер қазақтар дедім. Дұрыс па? Адам бірінші өзі жығылып жатып сүрінгенде күлмеу керек. Мен қаншама қыздардың үлкен жетістікке жеткен себепкер болдым. Мысалы, Global Trading компанияда істедім, 15 қыз ұялды командамнан. Мама болдым істеген. Мен мысалы қазір айтам, 2016 сетке келдім. 2016 2 балам бар. Кішкентай 2 баламен үйде отырғанда